Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге KFC-дегідей жасалынған тауықтың қанаттарының рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: 600 грамм тауықтың қанаттары, 6 дана сарымсақ, жарты ас қасықтай паприка, жарты лимон, өсімдік майы және дәміне қарай тұз. Бөлек ыдысымызға сарымсағымызды салып аламыз. Оның үстінен паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Өсімдік майын қосамыз. Және де жарты лимонның шырынын қосамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Ащы қылғыңыз келсе, кішкене паприка тағы да қоссаңыздар болады. Дайындаған смесімізбенен тауықтың қанаттарына құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай болып шығады. Содан кейін пакет кигізіп, түнге немесе 2-3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Енді бізге керегі ұн, панировочный сухари және де жұмыртқа. Дайындау барысында осы тауығымызды қайтадан араластырып аламыз. Ең алдыменен ұнға аунатамыз, жұмыртқаға аунатамыз. Және де панировочный сухариға жақсылап екі шетінен жағынан аунатамыз. Осылай барлық тауықтың қанаттарымен жасап аламыз. Содан кейін қуыра бастаймыз. Осылай барлық қанаттарымызды жасап қойдық. Енді қызып тұрған өсімдік майымызға қанаттарымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Және де аунатып тұрғандарыңыз жөн. Осылай шанышқыменен аунатыңыздар. Екі жағынан жақсылап қуырылсын. Бірінші жағы жақсы қуырылды, екінші жағы мына осылай қуырылып шығады. Енді майын сорғытып, бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Біздің KFC-міз дайын болды. Енді духовкада 10-15 минуттай пісіреміз. 180 градуста 15 минуттай пісіріңіздер. Бетін жаппасаңыздар да болады. Біздің KFC-міз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.